Ертең медиа ақпарат агенттігі және әшкере телеграм арнасымен бірлесіп дайындаған бүгінгі санымыздан көретіндеріңіз. Болат Назарбаевтың ұлы ұсталды, оның тағы бір қылмысы анықталды. Нұрсұлтан Нашарбаев ресейлік олигархтың үйін 500 миллион долларға сатып алмақ болған. Ходили люди вроде от Назарбаева, хотели для него какую-то летнюю резиденцию. Қайрат Реал ойынын көруге Назарбаевтар әулеті келмек. Мінбердегі мерейтой депутат Назаров анасын құрметтемейтіндерді орнына қойды. Ана деген өмірдің бақыты ғой, сондан аналар аман болсын. Тағы да құттықтаймын анашымды. Мәсімовтің бұғалтыры Айгүл Нұриеваның экстрадициядан қашқан экзотикалық маршруты. Ассалаумағалейкум, қанша кедей болса да кредитке той жасайтын қасқыр мінез қазағым. Назарда Жан Ахмадиев ұлдарыңыз. 2 айдан бері мені жоғалтып алған шығарсыздар. Мен бос оралған жоқпын, үлкен жаңалықпен оралып отырмын. Енді бұл жобаны өздеріңізге белгілі белсенді болған, әділетсіздікпен күрескен, Нашарбаевпен тірескен сүйікті қыздарыңыз Инга Иманбаймен бірге жүргізетін болдық. Шапалақтарыңыз қайда? Арма ардақтыларым, Жан мырза, мен де сенмен бір жобада үзеңгілес болғаныма өте қуаныштымын. Құрметті көрермен, бізді жоғалтып алмас үшін арнаға жазылып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар. Қолдауыңызға алдын ала рахмет. Енді жаңалықтарға көшейік. Инганың осындай ресмилігі маған қатты ұнайды ғой шіркін. Онда кеттік. Астанада Назарбаев әулетіне қатысты тағы бір іс қозғалды. Бас прокуратураға қарасты активтерді қайтару комитеті Назарбаев НБ есімді азаматты сотқа беріп отыр. Жауапкердің Болат Назарбаевтың ұлы 41 жастағы Нұрбол Назарбаев болуы мүмкін деген болжам айтылды деп хабарлайды ертең медиа. Әзірге сот талқысына түскен істің мән-жайы ашылған жоқ. Сотта комитетте істің құпиялығына сілтеп нақты мәлімет бермеген. Әдетте мұндай құпиялық активтің құны ауқымды болғанда ғана қолданылады емес пе? Бізге жеткен мәлімет бойынша БН-нің мұрагеріне қатысты қозғалған іс жылжымайтын мүлік, кәсіпорындар, акциялар және бағалы заттардың төңірегінде өрбімек. Мұра шамамен 105 миллион доллар. Ойлаш. Бұл туралы көптен бері құмға басын тыққан түйеқұстай жоғалып кеткен депутат Ринат Зайытовтың өзі айтып жатыр. Ол Болат Назарбаевтың үлкен ұлы Нұрбол Назарбаевтың мүлкіне қатысты тексеру жүргізуді талап етті. Не дейді Құдай-ау? Кейбір бақ өкілдерінің хабарлауынша кеше ғана Болат Назарбаевтың ұлы Нұрбол Назарбаев сот шешімімен 57 миллиард теңге көлеміндегі активінен айырылып, мемлекет меншігіне қайтарылды. Сонымен бірге оған 925 миллион теңге айыппұл және 230 миллион теңге айыпақы салынды. Ең бастысы, оның барлық банк шоттары бұғатталып, компания кірісін және жеке мүлкін басқару құқығынан айырылды. Хош, бұл құптарлық қадам. Десек те аталған әулеттің рейдерлік жолмен иеленген базарлары, сондай-ақ Алматы қаласы мен облысында заңсыз алған жер телімдері туралы қоғамда түрлі деректер айтылып жүр. Әсіресе Атшулы Алтын Орда базарына қатысы жиі сөз болады. Алайда аталған нысандардың жоғарыда тәркіленген активтердің қатарында бары не жоғы әзірге белгісіз. Себебі бұл мәселелердің нақты жай-жапсары ашық түрде жарияланбаған. Осыған байланысты төмендегі талаптарды қоюды орынды деп санаймын. Әй маладес, шикі піскен халадес, Ринат дейін десем, бұған да сенуден қалдым. Бір жағынан сөзінің жаны бар. Шынында да, Нашарбаевтар әулеті қазаққа ұмытылмас мұра қалдырды ғой. Ойбай, қандай мұра қалдырды соншама? Айтсам көп қой, мысалға кедейшілік, өлім жітім, коррупция, жағымпаздық, қысқаша айтқанда қазақты 4 аяқты мал жасады ғой бұл малғындар. Оны айтасың, Назарбаев жай ғана үй алмайды екен. Ол бірден 3,2 гектарлық виллаға көз тіккен. Бағасы ойлап қараңыздар, 270 миллиард теңге. Мәссаған. Оценка была, мне давали даже полмиллиарда за эту виллу. Кто? Ходили люди вроде от Назарбаева, хотели для него какую-то летнюю резиденцию на юге Франции, и у них были
был запрос, что им нужна вертолетная площадка обязательно, 2 бассейна, большое количество спален. Эта вилла по всем показателям, таких вилл просто нету. Бұл сарайда 15 жатын бөлме, 28 қонақ бөлме, 8 көлікке гараж. Енді шынымен айтсам, бұл үй емес, бұл тұтас бір ауыл ғой. Ал ең қызығы, бұл вилланы кезінде африкалық диктатор Мабутудың отбасы сатқан. Одан кейін Путиннің тоқалы Алина Кабаева тұрған. Ал енді сұрақ, Қазақстан халқы несие жауып, бала шағаға жөргек пұлға жетпей отырғанда, біздің Нұрсұлтан қалай ғана 270 миллиард теңгеге Франциядан вилла алмақ болған? Бұл жай ғана жемқорлық емес. Бұл халықтың маңдай терін Лаздор жағалауындағы күнге кеп тұру ғой. Жан, естідің бе? 30 қыркүйекте Алматыда Қайрат Реал матчы өтеді. Енді футболға жанкүйерлер ғана емес, Назарбаевтар әулеті түгелдей жиналмақшы екен. Дариға да келді, Әлия да айтты, Нұрәлі де келе жатыр дейді. Қысқасы, бұл матч Қайрат Реал емес, кәдімгі Назарбаевтар мен қазақтың кездесуіне айналғалы тұр. Стадионға келген халық гол деп айқайласа, әулет бізге лол деп күлетін шығар. Өйткені қарапайым жанкүйер билетке әзер ақша табады. Ал олар стадионды сатып алатындай күйде жүр ғой. Ең күлкілісі, Қайрат командасының иесі Боранбаев, ал ол Назарбаевтың құдасы. Сонда бұл ойын футболдан көрі бір үлкен құдалық болатын сияқты ғой. Онсыз да қазақ әділетсіздіктен шаршап отырғанда бұлар шоу жасауды тоқтатар емес. Бірақ ұмытпасын, бұл алаңда халықтың дауысы бәрінен қатты естіледі. Дауыс демекші, осы сәтті пайдалана отырып, көршімді туған күнімен құттықтап кетсем бола ма? Жайшы ма? Ойбай, парламент мінберінен анасын құттықтаған депутат Ардақ Назаровтан қай жерім кем? Мен құттықтасам эфирде құттықтаймын, ал ол болса қазақтың тағдыры шешілетін орында отырып ойына келген жасады ғой. Дұрыс айтасың, Жан. Ардақтың бұл әрекеті парламенттің абыройына үлкен сын. Оны айтасың, Назаров туралы Википедиядан оқып төбе шашым тік тұрды. Неге десең, өзін чемпион санайтын депутат 2011 жылы Қазақ қатынас жолдары университетінде оқып жүріп, сол жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінде де есепте тұрған. Яғни, ол бір уақытта 2 бірдей оқу орнын бітірген ғой. Базар жоқ. Елімізде осындай 8 қырлы, бір сырлы адамдар басқарса жетіскен екенбіз. Мені таңғалдырғаны Ардақ өзінің қателігін әлі де түсінбеген сияқты. Ананың алдында ешқандай регламент тұралмайды деп ойлаймын. Өмір анамен көгереді ғой. Ана деген өмірдің бақыты ғой. Сондықтан аналар аман болсын. Тағы да құттықтаймын анашымды. Ана шапшалқалы сен, ақымда озақ жерсен, жүгірмен жүк долғайды. 500 очков, буква. Менің анашымның бүгін туған күні еді, 70 жасқа толып отыр. Құттықтау рұқсат етсеңіз. Құдай біледі, Ардақ туралы әлі де қызықты, жақсалбыратыр жаңалықтар еститінімізге мен сенімдімін. Негізі, Инга, мен Ардақтың орында болсам, жігітше депутаттық мандатымды тапсырып, қазақтан кешірім сұрайтын едім. Құрметті көрермен, сіздер қалай ойлайсыздар? Ардақ Назаров депутат болуға лайық па, жоқ па? Төменде пікір жазып кетіңіздер, біз оқимыз. Кешірім демекші, Кәрім Мәсімовтің бұғалтыры болған Айгүл Нұриева кешірім сұрамай-ақ шетелде қашып жүр ғой. Оның Дубайда элиталы пентхаусы және тынық мұхиттың төріндегі аралда ықтияр хаты бар екені анықталды деп жазады ертең медиа. Выход к морю мәлім еткендей, Нұриева бұған дейін Кипр паспортын Ұлыбритания мен Гонконгтың ықтияр хатын алған болса, енді, тыңдап алыңыздар, енді америкалық Самоа аралының ықтияр хаты мен құжат коллекциясын толықтырған екен. Базар жоқ. Әлгі құжат оның алдағы уақытта ақш азаматтығын алып, Қазақстан билігіне экстрадицияланбауына мүмкіндік бермек. Арнаның атап өткеніндей, Нұриева Дубайдағы қазақ элитасының сүйікті локациясы Пальм Джумейра аралында жалпы ауданы 490 шаршы метр пентхаус сатып алған.
Ауданды ескі Қазақстанның өкілдері ерекше жақсы көреді. Бұл мекенді шарлап шықсаңыз, экс-премьер Серік Ахметовтың бала шағасын, атшулы Асқар Маминнің жақындарымен ұшырасып, кездесіп қалуыңыз әбден мүмкін. Айгүл Нұриева экс-мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаевпен көрші тұратынға ұқсайды. 2,2 миллиард теңгеге бағаланған апартаменті экс-шенеуніктің пәтерінен әлде қайда үлкен. Пентхауста 4 жатын бөлме, бірнеше қонақ бөлме, 7 бірдей жуынатын бөлме бар дейді. Айтпасқа болмас, Нұриева 2000 жылдың басында Назарбаев әулетінің бақылауындағы компаниялардың есеп-қисабын жүргізген. Кейін Қазақтелеком мен Қазкомның ірі акционері атанып, аяқ асты $100 миллион активке ие болған. Шотындағы ақша $1 миллиард жетіп, шекесі шылқыса да, Мәсімовтің қолбаласы қызметінен қол үзбеген. Мұрттының ұсақ-түйек жұмысын атқару Нұриеваның мойнында болған. Шетелге шығарылған қаражатқа Нұриева өзінің тікелей кураторының тапсырмасымен Ұлыбритания, Франция және Гонконгтан жалпы құны $90 миллион асатын вилла мен пәтер сатып алған. Америкалық Самоа аралында алған ықтиярхат Нұриеваның жазадан жалтару жоспары болуы мүмкін. Айгүл ақш паспортын алса, Астананың сұрауымен экстрадициялау мүмкіндігі мүлдем жойылады. Так что біздің елде миллиардтап долларды ұрласаң да жазаланбай-ақ жалғанды жалпағынан басып жүре бересің. Сол емес пе? Иә, енді мұндай нақұрыстарды қалай жазалауға болады? Құрметті көрермен, егер осындай қазақты тонаған қаздарды жазалау сізге бұйырса, не істер едіңіз? Түрмеде шірігені дұрыс па, әлде өлім жазасын кесу керек пе? Маған десе, елімді еңіреткен мұндай арамзаттарды қырдың басына апарып қаңғыған иттей атып тастар едім. Шын айтам. Расстрелять! Ертең медиа ақпарат агенттігі және әшкере телеграм арнасымен бірлесіп дайындаған бүгінгі санымыз өз мәресіне жетті. Біз бәріңізді жақсы көреміз. Жаса қазақ!